Баршаңызға қайырлы күн, менің қымбатты алтын көрермендерім. Келіп жеткен оразамыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен өте дәмді, үй жағдайында табиғи жолмен дәл осындай кереметтей сырокты бірге әзірлейтін боламыз. Видео түсінікті болу үшін жасалу жолын тамашалаңыздар. Кез келген дүкен сөрелерінде сатылатын дәл осындай сырокты үй жағдайында балаларыңызға жасап берсеңіздер, сөзсіз 100% ұнайды деген ойдамын. Жасалу жолы өте оңай, құрамы табиғи болғандықтан кез келген сүзбе жарай береді. Дәл осы тәсілмен бір жасап көрсеңіз, үнемі жасайтын боласыз. Ең алдымен ыдысымызға жарты келідей сүзбемізді, оның үстінен қантымыз бен кокос ұнтағын және де бөлме температурасындағы сары майымызды, дәміне қарай өз қалауыңызша ванилин қоссаңыздар болады. Ванилин біздің сүзбемізге өте керемет дәм береді. Осылай барлығын салып алғаннан кейін лопаткамызбен осылай майымызды шамалы бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Ендігі кезекте блендеріміздің көмегімен біздің сүзбеміз біркелкі масса болғанша блендерлеп аламыз. Міне, бізде осындай қоймалжың консистенция пайда болады. Сүзбемізді салу үшін бізге осындай кез келген силиконды форма қажет, және де шоколадымызды осылай ыдысымызға салып, үстінен сұйық майымызды құйып, қысқа толқынды пеште жақсылап ерітіп аламыз. Міне осындай бізде қоймалжың масса пайда болады. Мендегі Рахат фирмасының Қазақстан шоколады немесе кез келген шоколадты пайдалансаңыздар жарай береді. Ертілген шоколадымызды осылай тегістей силиконды формамызға жағып аламыз. Толықтай жағып алғаннан кейін 10-15 минутқа мұздатқышқа қойып қатырып аламыз. 15 минуттан кейін тоңазытқыштан алып, тағы да осылай шоколадты айналдыра отырып жағып алып, оны да 10-15 минутқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Неғұрлым шоколады көптеу болса, соғұрлым біздің сүзбелі сырогымыз өте керемет болып шығады. Міне, біздің шоколадымыз қатты. Ендігі кезекте дәл осы форманың ішін сүзбеге толтырамыз. Және де қасығымыздың көмегімен осылай бетін тегістеп аламыз. Сүзбеміздің үстінен қалған шоколадымызды осылай бетін жауып тегістеп аламыз. Және де тағы да 1 сағат көлемінде тоңазытқышқа қойып қатырып аламыз. Дүкеннен сатып алмай-ақ табиғи жолмен үй жағдайында балаларыңызға жасап берсеңіздер, таптырмас десерт десем де болады. Дәл осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міне біздің 1 сағатта қатқан сүзбелі сырогымыз дайын. Осылай формадан еш қиындықсыз, яғни қолға жабыспай, өте оңай шешіледі. Сыроктың толық құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Егер көлемі аздық еткен жағдайда мөлшерін көбейтіп жасасаңыздар болады. Жасалу жолы ұнаса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Әрбір жазылған пікір менің каналымның дамуына өз әсерін тигізеді. Пісіруді қажет етпейтін, осындай аздаған уақытта дайын болған сүзбелі сырогымның рецептін бағалай кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.